Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Ерікті болу ерлік. 2020 жылы президент еріктілер жылы деп жариялады. Мұндағы мақсат жастардың белсенділікке тартып өмірлік ұстанымын қалыптастыру. Жастар жылымен сабақтасы волонтерлардың қатысуымен жүзеге асатын жобалардың ерекшелігі қандай болмақ? Мәдина Сенбек тарқатып айтады. Волонтерлар жылы жастар жылының тікелей жалғасы. Өткен жылы қолға алынған шаралар биылда іске асады. Түркістан облысында білім алып жатқан студенттердің 30%-ы еріктілер тобына кірген. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының соңғы жолдауында әрине 2020 еріктілер жылы деп жариялады. Бұл дегеніміз еріктілер үшін, жастар үшін серпін берді, мотивация берді. Көптеген іс-шара жоспарлап отырмыз. Әрине ол еріктілер жылы аясында еріктілердің слетін өткізу, еріктілер форумын өткізу, әрине қайырымдылық акциялар өткізу, әрине жағдайы төмен отбасыларға, көп балалы отбасыларға, мүмкіндігі шектеулі